Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Біздер мынау Түркістан облысы Жетісай ауданы номер 39 Асығата жалпыға білім беру орта мектебінің ұстаздары мемлекет басшымыз Қасым-Жомарт Кемелұлының баршаға қолжетімді сапалы білім ұлттық беру аясында Түркістан облысы білім басқармасының қолдауымен білімді беру дамыту орталығы және Дарын Teachers жауапкершілік серіктестігі бірлесе отырып ұйымдасқан халықаралық курсқа осы бірнеше ұстаздарымыз қатысты. Соның ішінде біздің мектебіміздің директордың оқушы орынбасары Искакова Алия осы курста алған білімдермен бізге өз ойымен бөлісті. Осы тұста менің айтайын дегенім, ең қатты ұнағаны Финляндия елінің білім беру жүйесі. Не себепті 5 миллион ғана халқы бар Финляндия мемлекеті білім беру жүйесінде дүние жүзі бойынша бірінші орында тұрды десек, олардың бірнеше жаңағы әдіс-тәсілдері маған қатты ұнады. Біріншісі, қатты ұнаған тұстарының бірі, ол жақта оқушылар 7 жастан мектепке барады екен. Әрине бізден 6 жастан барады. 5-6 жастағы балалар әлі ойын баласы, ал 7 жасқа келгенде олардың ой өрісі дамып, мектепке білім алуға дайын екендігін біз байқадық. Және екінші ерекшелігі, Финляндия мемлекетінде білім беру саласына өте қатты мән береді екен. Себебі ол жерде ұстаз статусы үлкен дәрежеде екенін байқадық. Себебі бірінші бакалаврды оқып, одан кейін магистратураны бітіріп, курстарды оқып, содан кейін ғана мұғалім статусын алып, мектепке жол алады екен. Бұл деген сөз, мұғалімнің мектепке сабақ беруге деген 100% дайын болғаннан кейін ғана мұғалім статусын алып, сабақ беруге барады. Міне мүмкін сол себепті де олардың білім беру саласындағы бірінші орынға ие болған ерекшеліктердің бірі осы шығар деп ойлаймын. Және ол жердегі интеграциялық сабақтар беру маған өте қатты ұнады. Бұл жерде бірнеше сабақтарды, пәндерді сабақта кірістіре өтуі, мәселен, география пәні сабағында химия, биология, физика пәндерін кіріктіре отырып өткен сабақтары өте маған қатты ұнады. Және балаларға берілген еркіндік, мұғалім бұл жерде сабақ беруші емес, тек бағыттаушы ғана екенін байқадық. Бізде бар ол ұғым, бірақ дегенмен олардың жаңағы сөз еркіндігі, оқушының еркіндігі, мұғалімнің еркіндігі өте керемет дамыған екен. Оқушыларға жаңа проблемалық сұрақ бере отырып, өзін білімін шыңдауға өте үлкен жағдай жасалған. Және де сонымен бірге оларда көбінесе өмірмен байланыстыра өту сабақтары, өмірмен байланыстырып өткенде шынайы сабақ болып есептелінеді дағы оқушылардың білім деңгейін арттыруда өте үлкен маңызы зор екенін байқадым. Және бір сабақта біздер көп ондай сұрақ қоя бермейміз. Неге деген сұрақты 4-5 рет, 6 ретке деген қояды екен. Сол кезде оқушы өзінің сыни тұрғыдан ойлай отырып, толық жауап беру мүмкіншілігіне ие болады. Оқушылардың сөйлеу, оқушылардың ой өрісінің дамуы, міне осыған байланысты екенін мен ұқтым және маған ұнады. Және ең ұнағандарының бірі бұл жерде жаңағыдегі салт дәстүрді сабақтарға кіріктіре отырып, біздер сабақ өтетін болсақ, оқушылар иманды, рухани бай, өз отанын сүйетін нағыз патриоттар болып кемелденетініне күмәнім жоқ. Міне осындай ерекшеліктері, Финляндия елінің ерекшеліктері, білім беру саласындағы ерекшеліктер маған қатты ұнады. Және келешекте дәл осы әдіс-тәсілдерді сабақтарымызға кіріктіріп өтеміз деген үміттемін. Барлық ұстаздарды дәл осылай оқушыларды еркіндікке шақыра отырып, еркіндік бере отырып, проблемалық сұрақтарды тудырып, және оған өздері жауап беріп, өмірден дәріс алып, ары қарай білімін шыңдауға үлкен мүмкіндіктер жасауын өтінемін ұстаздардан. Рахмет.